дәл оның айқын дәлелі міне Қытайлар бар, бас салып қамады. Кімді? Мынау Әлімнұр Тұрғанбай деген қазақ. Міне сол Әлімнұр Тұрғанбайды қамағаннан тартып міне оған ата жұрттың наразылығы, Қытай туын өртеуі, Ши Цзиньпин портретін өртеуі, одан Қытайдың нота тапсыру, одан Алматыда Қытай консулдығының 2 наразылыққа ату, одан Қазақстанның бас салып ата жұртты ұстау, оның арты міне халықаралық сот, одан міне бір Американың конгресінен 2 конгрестің 2 мекемесі, біреусі Америка конгресінің Қытай ісі жөніндегі атқару комиссиясы арнайы шешім қабылдады, ата жұрттың азаматын босатыңдар деді. Және Америка конгресінің Том Лантос адам құқықтары комиссиясы арнайы шешім қабылдады, ата жұрттың азаматтарын нақақ қамап отырсыңдар, босатыңдар деді. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі арнайы өкілі Мәри Лаулор ханым арнайы шешім қабылдап, Талдықорғандағы сотты мен қадағалаймын, бұл азаматтарды босатыңдар деп арнайы үндеу тастады. Халықаралық Amnesty International үндеу тастады. Бұл азаматтар нақақ, бұлардың ту өртеуі бейбіт түрде наразылық білдіру, бұл саяси ұстанымды білдіру, бұл Қытай халқына өшпенділік емес деді. Human Rights Watch ата жұрттың азаматтарына қозғалған істі қысқартыңдар деді. Жаңағы Freedom Now кезінде мені Біріккен ұлттар ұйымында ақтаған ұйым, олар да ата жұрттың азаматтарын жақтап шықты. Енді дүние жүзінде бұл мәселені көтермеген адам қалмады. Тіпті 14 халықаралық бетті-беделді ұйымдар бүкілмен бірігіп отырып қол қойып, ата жұрттың азаматтарын жақтап шықты. Дәл осындай халықаралық геосаясат өстіп тұрған кезде Қазақстан билігінің әсіре Қытайшыл саясаты Еуропа мен Американың ортақ наразылығын тудырып отыр. Әсіресе жаңағындай әлемдік ұйымдар, Amnesty International, Human Rights Watch, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі арнайы өкілі және Американың бір конгресінен 2 комиссия. Бір конгресінен 2 комиссия. Том Лантос дегеніңіз бүкіл дүние жүзіндегі адамды құқық бұзылуды қадағалап, сараптап, Американың сол елдерге болатын саясатын шешетін ұйым. Ал жаңағы Америка конгресінің Қытай ісі жөніндегі атқарушы комиссиясы, ол Американың бүкіл Қытайға саясатын шешетін конгрестік ұйым. Енді осы шама дүние жүзінің назарын аударып отырып, Қазақстан билігі тағы да Қытайшыл саясат қолдана ма? Жоқ. Қазақстан да, тақайыңызда қанша айтқаныменен біраз тіл біледі, дүниенің ауқымын біледі. Ескі қожасы, некеленген заңды байы Пөтен жанның жаңағы күші кетіп, әлі қайтып, қауқары қайтып, жараңқырамай қалғандығын біледі. Жаңадан тапқан жас әрі қуатты, бірақ арамза, қу және өте әккі жаңағы көгілдесі бар Ши Цзиньпин деген. Ал оның да бүкіл әлемде жаңағы отырса опақ, тұрса сопақ болып